Көбі ойлайды, Батуми қымбат қала, дым жоқ онда көретін деп. Ол қате түсінік. Себебі осы видеода Қара теңіз жағажайын. Ескі қала, шеті мен шеті жоқ жағалау, парашютпен ұшу. Мен ұшып келе жатырмын! Али мен Нино және де басқа да қызықты көресіз. В общем, қызық болады достар. Соңына дейін қараңыздар. Грузияға осы самолетпен ұшатын боламыз. Алла болса, Кутаиси. Батумиге ең бірінші қалай келгенімді айтайын. Оралдан автобуспен Атырауға келдім, 6000 теңге. Атыраудан Кутаисиға ұшып келдім, 31000 теңге. Аллаға шүкір, Кутаисиға келдік. Қазір Кутаисидің аэропортындамын. Қазір Батумиға дейін автобусқа билет алам, содан соң Батумиға қарай жүретін боламыз. Автобустарға билет өшеден алуға болады. Мына жерде толып тұр барлығы. Осылардан алып, мына жердегі автобустарға мінетін боламыз. Осы автобус арқылы 25 лариға Батумиға жететін боламыз. Картамен төлеуге болады. Осындай билет беріледі. Осы тұрған автобустарға билет алып алдық. Іштен де сатып алуға болады. Мына жерде тұрған апайлардан да сатып алуға болады. Сізге қалай ыңғайлы, солай сатып алуға болады. Карточкамен төлегеннің бір жаманы, карточкадан кішкене комиссия ұстап қалады екен. Сондықтан, егер мүмкіндік болса, наличкамен төлеген дұрыс болады екен, солай жақсы болады екен. Мен Каспий карточкасымен төлеп едім, кішкене комиссия ұстап қалды. Сондықтан, егер сіздер мүмкіндік болса, наличкамен төлеңіздер. Кутаиси қаласынан Батуми қаласына дейін 4300 теңгемен осындай автобуспен баруға шештім. Бірақ ол автобустар барлық жақын рейстерді күтеді екен. Егер ол рейстер кешіксе, автобустар да кешігіп шығады. Автобустармен барған бір жаманы ұзақ уақыт күтеді екенбіз. Может, басқа уақыттарда күтпейтін шығарсыздар. Дәл қазір біздер данный момент көп күтіп қалдық. Уже отырғанымызға жарты сағаттай болды. Яғни жүреміз, мен жүреміз. Бір рейс задержит етіп жатыр, анау-мынау деп күтіп тұрмыз. Әлі қозғалған жоқпыз. Аэропорттан Батуми қаласына дейін жол 2 сағат алады. Грузия табиғатына осы автобустың ішінен отырып, таң қалуды бастадым. Видтері мықты енді. Автобуспен келген бір жақсысы, қақ Батумидің центрынан тасап кетеді. Осы жағалаудың айналасында барлығы бар. Смотровая бар. Зданиялардың барлығы дәл қасында. Ыңғайлы. Батуми әдемі қала. Теңіз, жағалау, қала, бәрі мықты. Букингпен ертерек жалдап қойған үйіме бардым. Орби Сити деп аталады. Іші осындай. 464 деген номер бізді Орби Сити ішінде. 2 күнге мына жерге салып қоямыз осылай. 2 күнге 51.000 теңге шықты. Ваннасы тап-таза, барлығы тап-таза, мықты. Бұл люкс, барлығы жасайды. Холодильник, телевизор барлығы жасайды. Жатын жер осындай. Ценасы қымбат, бірақ енді условиясы да люкс болған соң осындай. Ал вид деген просто бомба. Мына жақтан теңіз көрінеді, закат көрінетін жақтан. Мына жақтан тау және қала. Егер келем десеңіздер, Орби Сити контакттерін видеоның астына тастап кететін боламын.
Орналасып болған соң жағалауды араладым. Жағалау деген өте үлкен, шеті мен шеті жоқ. Ресторан, кафелер барлығы өте көп, түр-түрі бар. Грузияға келіп, украинский рестораннан ужин. Осының барлығы где-то 30 лариға шықты. Борщтың етін қараңыздар. Еті база жоқ. Үлкен екен. Порциясы да үлкен. Ыдыстары да қызық, интересно. Тамақ жеп отырғандарың болса, ас болсын. Кешкісін жағалау мықты өзгереді. Адам көп жүретін жерлерде өнерін көрсетушілер де аз емес. Шамамен әр 10 метрде неше түрлі таланттар өнерін көрсетіп жатады. Осы билеп жатқан грузиндерге таң қалдым. Кафеде емес, просто музыка қойып қойған. Ешкімге қарап жатырған жоқ. От душе билеп жатыр ғой. Ал бұл Батумидің ең белгілі ескерткіші Али мен Нино. Бұл Азербайжан баласы мен грузин қызының махаббаттық хикаясы. Екі дін, екі дәстүр өкілдері қосылмай кеткен екен. Соның құрметіне арнап жасалған ескерткіш. Осындай видпен, осындай жерде таңғы ас. Тема емес па, е? Таңғы асты ішіп алып, қала аралауға кеттім. Осы Орби Сити деген комплексте орналастық. Ішінде комнаталар бөлінеді. Орташа жоғарғылар әрине қымбаттау болады. Арзандары ертерек өтіп кетеді, және оны адамдар ертерек бронь жасап тастайды. Егер осы Орби Ситиға келетін болсаңыздар, ертерек бронь жасаңыздар. Себебі бұл жақта адамдар деген ерте 1 ай бұрын, 2 ай бұрын номерді броньдап тастайды. Әсіресе осындай жазғы уақытта, сезон уақытында орын өте аз болады. Сондықтан осында Орби Ситиға келетін болсаңыздар, міндетті түрде ертерек броньдап тастаңыздар. Батуми деген дамығанның үстіне дамып жатыр. Стройка, новыйдан зданиялар, неше түрлісі. Пляждың өзінде айналасында барлық жерде де прям мықты. Әдемі етіп салып тастаған. Және салып та жатыр. Бұл мына қарқынмен тоқтайды деп ойламаймын. Bir жағынан тау, бір жағынан қара теңіз. Өте әдемі. Өте мықты.
тағы бір сондай бір стройканың қасынан өтіп бара жатырмын. Аттық болсаң стройка, апартамент салып жатыр, гостиница салып жатыр деген сияқты. Солай туризм мықты дамып жатыр. Мен сияқты туристер неше түрлі жоқ. Тек қана қазақтар емес, тек қана СНГ-дан емес. Бүкіл елден бар деп айтсам болады. Француз бар, арабтар бар, неше түрлісі. Өте көп. Сондықтан туризм Батумида мықты дамып жатыр. Грузияда, әсіресе Батумида орын да табу аз, что бордюрға шығарып қойған машиналар. Тек қана біреу емес, ажандағы болады. Орын өте аз. Мындай жерге дейін шығарып тастаған. Мен жағында да тұр. Біздің Қазақстанда дәл осылай машинаңды бордюрдың үстіне қойып көр. ГАИ шақырады, машинаң примерно штрафстоянкадан шығады ғой, танысың жоқ болса. Міне, мында да тұр. Мыналар енді ладно. Жаңа ана баста остановка көрдік. Автобус жүретін остановка. Сол жерде остановкаге автобустың тоқтайтын орны жоқ. Тек қана осы жерде емес, кешкісін набережныйда жүрген кезде де байқадым. Орын деген өте аз. Арғы бетте дәл сондай көрініс. Орын жоқ. Адамдардан сұрап сим карты сататын жерді іздедім. Орби Ситидің дәл артында сауда үйіне келдім. Осында сатады екен. Селфи деген сотовый. Осы жерден симка сатып алдым. Сим карты примерно 7 гигабайт шығып жатыр. Ол 7 гигабайты 7 лари тұрады. Сим картының өзі просто 10. Сонда 17 лариге 2 жұмаға осылай сатып алуға болады. 17 лариға шығады. А бізде аэропортта, вокзалда, автовокзалда барлығында 20-25 лари предлагать етеді. Көшеде де адамдар 25 лари предлагать етеді. Сондықтан осылай торговый домдардың ішінен сатып алуға болады. Қазір пополнить етеміз еще балансты. Осындай терминалдан толтырылады екен. Бізге көмектесуге келіп тұр. Осылай толтырылады екен. Баланс алғаннан кейін осыны басады, сонда активация жүреді. Болды, содан кейін смело интернет қолдана бересіз. Интернетті реттеген соң банкоматтан ақша шешіп көргім келді. Тексеру үшін. Комиссиясы азынан әрине. Қазір осы Liberty деген банктың банкоматынан ақша шешіп көреміз. Осы да без комиссия деп айтады. Соны қазір көреміз. Солай ма екен, олай емес пе екен? Бисмилла. Так, тіл таңдауға болады екен, бір жақсысы. Так, выдача лари дегенді басайық. Liberty'де комиссиясы бар екен, міне комиссия 3 лари дейді. Осы 3 лари 5 лари алсаң да, 100 лари алсаң да солай екен. Сондықтан Грузияда банкоматтан ақша шешуді ойласаңыздар, ең тиімдісі осы Liberty банк. Қалғандарына жоламаған дұрыс. Мен тек Народный мен Каспий карталарын тексердім. Мүмкін басқа банкте өзгеше арзан болар. Оны білмедім. Сіздерде басқа банкпен арзан шығып жатырса, онда осы видеоның төмен жағына комментарияға жаза кетіңіздер. Негізінен ең тынышы доллармен келіп, обменниктен ауыстырып алу. Ал обменниктер өте көп. Прям осындай жерден обмен жасауға болады. Курс средний, еще магазин, еще обмен. Лари деген осындай болады. Грузинский лари осындай болады. Біздің теңгеге айналдырғанда 1 лари 172 теңге шамамен. Ең жақсысы Грузияға доллармен келген жақсы. Карточкаға азап ақша салып қойсаңыздар болады. Карточкамен автобуста төлеуге болады. Кейбір жерлерде төлеуге болады, бірақ ең выгоднысы доллармен келу. Автобуспен қалай жүреміз? Соны айта кетейін. Осылай уақытын көрсетіп тұрады екен. Каждый автобустың неше минут, неше остановка деген келетінін
Біреуіне 2 остановка қалған, біреуіне 6, біреуіне 8, 11, біреуі даже 23 остановка. Грузиядағы автобустарда осылай картамен төлеуге болады, қазір көреміз. Просто жақындатамыз. Болды. Смело ары қарай жүре береміз. Кейбіреулерінде наличка төлеуге болады, кейбіреулерінде осылай картамен төлеуге болады. Ескі Батумиді бір аралап жіберіңіз. Бұл жақтың колориті бөлек. Бұл Батумидің ескі ауданы, яғни Старый Батуми. Бұл жақта обменниктер өте көп, яғни туристер де көп деген сөз. Туристердің көпшілігі осы жаққа келеді. Осы жақта хостелдер көп, столовыйлар көп. Ең көбі обменник шығар. Осында керемет көше. Қазір түскі уақыт, тамақ ішетін уақыт жақындап келе жатыр. Қазір хачапури по-аджарски жеп қараймын. Бұйырса көше тамағы деп айтуға болады. Әйтеуір осы жерден грузиндер өздері жейтін хачапуриді қазір жеп қараймын. Міне осындай жерден жеп қараймын қазір. Хачапури по-аджарски. Хачапури ценасы жұмыртқасыз, жұмыртқамен. Осының барлығы 11 лари. 1800-1900 теңгенің шамасы. Хачапуриді үйсіп жейді ол осылай айналдырып, араластырып. Мықты екен. Бана айтқандай, бұл жақ туристерге арналған. Хостелдер өте көп. Ценасы орташа 25 лари. 25 лари ол біздің теңгемен 4,5 теңгенің айналасында. Ал Орби Ситидегі бір күн 150 лари. Мен жалғыз келсем, осындай хостелге жатар едім. Шамасын сіздерге көрсетейін, хостелдер қандай болатын. Қайда жатасыз, өзіңіз қарайсыз ғой. Сколько стоит? Хостел? Да. 25. 25 лари. Комнату можно посмотреть? Да, да. Заезд любое время. Выход 12. Рахмет деп шығып кеттім. Бұндай жерге жалғыз келмесеңіз, семьяңызбен келу ыңғайсыз болатын шығар. В общем, іздесе, бұдан да жақсысын және бұдан да арзанын табуға болады. Booking сайты аман болсын. Батуми көшесін аралауда жалғастырамыз. Осы жолы көз жем-жидектерге түсті. Көшедегі ларектан осындай сатып алып қарап жатырмын, жеп қараймыз қазір. Алмұрт, сосын виноград, персик, соларды жеп қараймыз. Қазір қаншаға шыққанын айтамын. Осындай үлкен персик. Почти жарты килограмм. Грузиндердің мусорный бак осындай болады екен. Осылай көшеде тұрады, тиіп кетеді. Бұлай кісі көп болса да, трафик деген осындай мықты болып отырған жерде нормально, таза деп айтуға болады. Пация алаңы. Бұл Батуми жүрегі, қақ ортасы десе де болатын шығар. Осы жерде кешкісін күшті концерттер болады. Осындай кафешкаларда отырып, тамақ жеуге болады, шай ішіп алуға болады деген сияқты. Өте сондай бір керемет жер. Келуге сіздерге кеңес беремін. Өте әдемі. Бұл көне ғасырдағы здание, сондықтан бұл деген мықты. Егер жолдарыңыз түсіп, осы жаққа келіп атсаңыздар, міндетті түрде осы жерге келіңіздер. Осы Пациядан шыққан бойда көп сувенир дүкендері бар. Супермаркеттер осындай сувенир сататын өте көп. Әсіресе осылай туристер жүретін жерде толып тұр десе болады. Бір-екеуіне кірейін, саналарын көрсетейін сіздерге. Қаншадан екен, қанша екен. Ручкалар бар 20 лари, шахмат бар 65 лари. Күшті сувенирлар бар екен. Карталар бар 25.
брелоктар бар, алюминийнің типа сондай істеген. Батуми деген жазуымен бар, неше түрлісі бар. 8 лари, 5 лари сондайдан. Магниттіктер бар, Тбилиси, Батуми, неше түрлісі бар. Кружкалар да бар. 20 лари, 14 лари. Менің ойымша қымбат сияқты, қатты қымбат сияқты. Бұл жерге туристер келетін болған ценасы осындай көп. Тарелкаларға дейін бар, 30 ларида. Румкалар бар. Шығармайтын жоқ. 165-ке осындай қылышымен вино ішетін мынандай атысына деймін. Кофе қайнататын бар. Весі кәдімгідей 175 лари. Бұрыштың түрлі бар мына ішінде. Хозяин дұрыс рұқсат бермей тұр негізінен түсіруге. Мына жақта мед бар. Бұлардың санасы 5, 8, 5. В общем, 5 ларидың айналасында. 8 лари. Кәсе, ындыз, мысық. Неше тұрыз? Стакандарға дейін бар. Майшам бар мынандай. 75 лари. Қыздарға келетіндер екен. Сырға, сақина деген сияқтылардың неше түрлісі бар екен. Андай майшам бар олар. Кәдімгідей шам. Свет сияқты қолдануға болады. Ценасы 120 лари. Тағы бір байқағаным көшеден ол жол. Машинаны бордюрдың үстіне шығарып қойған. Ар жағындағылары тұр. Тірі-тірітімен. Амналарды бордюрдың үстіне шығарып қойған. Тек қана бұл емес, алдағы алыстағын көріп тұрмын. Оларды да тоже солай. Осындай тар-тар көшелерде бордюрдың үстіне шығарып қойған машинаны. Бұл деген сөз, машина өте көп, транспорт көп, жер аз, сондықтан сыймай жатыр. Әр көшеден өткен сайын, әр көше әртүрлі. Бірінен бірі өткен, әдемі. Зданияларда әдемі, пальмалармен барлығы осылай әдемі болып тұр. Батумидің жолдары байқасаңыздар осындай брусчатка. Машинада жүреді, адамдарда жүреді. Качествосы енді. Мықты. Мынау тесілмейтін шығар. Тесіліп жатырса да спокойно ауыстырып тастайтын шығар. Бір тасты суырып алдым да орнына басқа тасты әкеліп сала салдым. Міне жолдары осындай. Брусчатка немесе тас. Қалай аталатын білмеймін. Тас деп айтуға да келмейді. Брусчатка деп те айтуға келмейді. Мыналар енді брусчатка сияқты. Осыларға қарағанда брусчатка сияқты. Мына зданияны не деп ойлайсыздар? Дельфин сияқты болып жатыр, балық сияқты болып жатыр. Бұл ЗАГС былайша айтқанда. Жастар келіп осынdan некесін қияды. Грузияның жастары осы дельфиннің ішіне кіріп, некелерін қидыртады. Жағалауға кері қайтып келдім. Келген себебім осы катермен қазір бұйырса ұшатын боламын. 150 лари. Қазір көреміз қалай болатынын. Кішкене страх бар, бірақ енді барлығын қазір көреміз. Менің қолымнан келді, әсерім бөлек қой. Вид жоғардан вообще мықты. Артындағы смайлик қалай мәз болса, мен де дәл солай мәзбін. Себебі мен Батумидің ең үстіндемін. Батумидің үстімен ұшып келе жатырмын, достар. Мына эмоция, мынаның барлығы деген 150 лариға тұрады. Міне қара теңіз, шегімен шегі жоқ. Батуми міне. Пляжы барлығы көрініп тұр. Менің арманым еді осылай парашютпен ұшу. Міне арманыма жетіп жатырмын. Мықты, Аллаға шүкір. Егер вдруг мына трос үзілетін болса, все, кеттім ғой мен жоғарыға. Или төменге. Бұл деген спокойно чепуха нәрсе емес. Егер қорықсаңыздар, керек емес. Мінбей қойыңыздар, келмей қойыңыздар.
Ал егер қорықпасаңыздар, сіздер осыны ұнататын болсаңыздар, осыны ұшуды, парашют дегендерді ұнататын болсаңыздар, онда міндетті түрде Батумиде, Қара теңізде осылай парашютпен ұшыңыздар. Қара теңіздің үстінен Қара сумка YouTube каналы үшін арнайы подписчиктерім сіздер үшін. Осының барлығын көріп отырсаңыздар, алғысым шексіз көріп отырғандарыңыз үшін, және каналға тіркеліп, подписаться басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен, WhatsApp группадан барлығынан тіркеліп, таратып жіберіңіздер. Осындай әсерлер ешқашан кетпейді, ешқашан ұмытылмайды, достар. Сондықтан демалып, қыдырып қалыңыздар. Мықты. Тема. Вообще сөзбен айту мүмкін емес вообще. Жігіттер, қыздар, достар, осы Либерти мен осы данналар тұр. Осы локация бойынша осы жерге келсеңіздер болады. Рекомен менен. Эмоция деген вообще осы Қара сумка YouTube каналының артынан кім келсе, егер осындағы хозяинға айтсаңыздар, Қара сумка YouTube каналынан деп, сіздерге видео съемка тегін болады. Сондықтан осы жерге келуге кеңес беріп, сізге аздап болса да скидка болады. Бұрын соңды жеп көрмеген жемістерді осындай сатушылардан алсаңыз болады. Осының ішінде бәрі бар. 10 лари тұрады. Үстінде болғандардың бір шамасын жеп қойдым. Бүкіл фруктыларды осылай жеп қарауға болады. Өміріңде жеп көрмеген фруктыларды осылай жеп қарауға болады. Грузияға келіп, қалай Қара теңізге түспейміз. Ауылда көлге, өзенге жүзіп үйреніп қалған біздерге теңізді де көру керек қой. Батумидің жағалауы деген вообще мықты. Бәрі бар. Қайықтармен серуендеймін десеңіздер, қайықтар бар. Пляжда жатам, загорал десеңіздер, ол да бар, барлығы да еркіріктен жерде. Шезлонгтар әрқайсысы 5 лариден тұрады. 5 лариға біреуі сатып алып, осында теңіздің жағасында жатсаңыз болады. Қара теңіз қандай екен, қазір көретін боламыз. Суға түсіп, Алла болса қазір көреміз қандай екен. Батумида қалай теңізге түсеміз. Ең бірінші келемізде осындай жерден киім ауыстырып шығамыз. Содан соң теңізге барамыз да суға түсеміз. Сосын шезлонг сатып алу керек болады, андай жататын ғой, жатасыз, загорать етесіз. Мынандай қолыңызға браслет тағып береді. Соның арқасында, осының арқасында сіз осындай кафелерден болсын, әйтеуір біреуінің туалетіне тегін кіре аласыз. Егер бұны алмасаңыз, осылардың ішіне кіріп, ақша төлеп кіретін боласыз. Содан соң бәрін болғаннан кейін, тұзды судан шыққаннан кейін, Қара теңізден шыққаннан кейін осылай душқа түсіп аласыз. Бұндай тек қана біреу екеу емес, каждый пляжда ана жерде тұр. Мынандай киінетіндер тоже ана жақта 4-3-те тұрғандардың барлығы осы пляждың айналасында толып тұр. Мынандай кабинкалар алуға болады, ол кішкене қымбаттау. Андай жататындар ол 5 лари. Арғарай уже условиясына қарай қымбаттап кете береді. Міне достар, осылай шағын инструкция сіздер үшін. Суға түсіп, керемет сондай көңіл күймен шығып келе жатырмын. Қара теңіз деген жақсы екен. Аппашы суы, бірақ денеңді барлығын шытырлатып, шымырлатып, сондай керемет болып қалдың, күшті болып қалдың, жақсы болып қалдың. Ауылда көлге түсіп, жүзіп үйренген балаларға бұл теңізге жүзуде проблема емес деп ойлаймын. Өзіміз кезінде ауылдан жүзуді үйреніп шыққанбыз. Сөйтіп соның арқасында Қара теңізге де келіп шомылып шықтық. Қалай келу керек,
барлығын мен сіздерге айттым. Егер сіздерге қызықты болса осы тема, осылай келіп Қара теңізге де түсіп кетсеңіздер болады. Осындай керемет әсермен тағы да бір Батумидің әдемі жеріне қарай бастым. 28-ші автобусқа отырып алдым. Мұнда автобуста билет бағасы 07 лари. Біздің теңгеге айналдырғанда где-то 80 теңге ма, сондай шамасы. Ал бұл жұмыртқаның үстіндегі сандалия деп аталатын. Бұл негізен орталықта тұрған екен кезінде. Бұл скульптураны жасаған адаммен келіспей, бұны орталықтан алып соғыты сұрап, содан әкеліп осы бір түпке десе болады, осындай бір жерге әкеліп салып тастаған екен. Мына тастардың үлкендігіне нән тастар. Бұл тастарды қалай қойды екен мына жерге? Еще тек қана осындай біреу екеу емес, қызық болып тұр да, топ. Мына жағы пляж, мына жағы осындай тастар. Самолеттің қалай қонатынын немесе қалай ұшатынын жақыннан көрдіңіз бе? Көрмесеңіз, көру керек. Ал бұл жер нағыз сол үшін таптырмас жер. Осы жаққа келмес бұрын интернеттен рейстердің кестесін қарап алыңыз. Босқа самолет ұшпайтын уақытта келіп, күтіп қалып жүрмеңіз. Дәл осы жерге 10-шы автобус келеді. Адамдардың айту бойынша ең әдемі топ орындарға кіреді осы жер. Қазір барлығын ала olsa көресіздер. Сіздерге барлығын көрсететін боламын. Қазір осы жерден самолет қонады. Яғни Батумидің халықаралық аэропортына осы жерден самолет ұшып өтіп, дәл төбемізден өтіп, осы жерге келіп қонады. Сол көріністі көру үшін осы адамдардың барлығы жиналған, барлығы патше соны күтіп отыр. Қазір интернеттен қарадық. Сол интернеттегі расписание дұрыс болса, қазір 10 минуттың ішінде бір самолет келіп қону керек. Как раз біздің Астанадан келе жатырған самолет қону керек. Содан соң тағы да басқа елдерден келетін самолеттер болады. Соны қазір көретін боламыз бұйырса. Дәл төбеңнен ұшып өтуі деген мықты. Осы жаңа ғана екі самолетті көріп өткізіп жібердім. Екеуінде интернеттен қарап, расписаниесін қарап алып едім. Біреуі кішкене кешігіп келді. Біздің Қазақстандық Air Астана, екінші Визаир ма сондай, Араб жақтан ба, или Баку жақтан ба, Азербайжан жақтан ба, сол жақтан келдік. Қазір точнысын білмей тұрмын. Но точнысы мықты әсер берді. Дәл үстіңнен самолет ұшып бара жатырғаны вообще мықты. Және де оған бонус ретінде тағы да бір самолет осы Батуми аэропортынан басқа жаққа қарай ұшты. Оны да көріп қалдым. Самолетпен қоштасып, кері қайттым. Келген еңбегіме жақсы фотолар жасадым. Кешкі ас ішетін уақыт болып, ең бірінші уайым не жеп көрсем екен деген ой болды. Көршім суп харчо дегенді ішіп көр деп еді, соны тапсырыс бердім. Мықты екен, ұнады, 16 лари тұрады. Дәл қазір грузинский бір ресторанға кіріп, хинкали деген грузиннің тамағын жеп көремін, және суп харчо дегенді ішіп көреміз. Барлығы грузиндікі, ішіп болғаннан кейін айтам. Бұл грузиннің ұлттық тамағы хинкали. Қазір жеп көреміз, және суп харча деген. Тоже грузиндердікі, осындай соуспен береді. Тамақ жеп шықтым, тойып алдым. Енді отзыв айта кетейін. Бұл тамақтар грузиндердің ұлттық тамақтары
дәмді екен. Оған дейін естіген болатын дәмді деп. Жеп қараған бөлек, әркімнің вкусы әртүрлі. Біреуіңізге ұнауы мүмкін, біреуіңізге ұнамауы мүмкін. Мен өзіме лично ұнады. Әсіресе мына суп харча деген топ екен, топ мықты. Кофе немесе мороженое жеп алайыншы деп Пация алаңына келдім. Күндіз келгендегідей емес, адам толған екен. Оған қоса латин темасында концерт болып жатыр екен. Керім болып кетті. Пицца деген жер, қазір концерт басталайын деп жатыр. Осы жерден концерт көретін боламыз. Және отырып кофе ішіп, шай ішіп, демалып, содан соң үйге барып ұйықтаймыз. Оған дейін жақсы бір концерт. Бүгінгі керемет күннің керемет қорытындысы осы жерде, керемет жерде жанды дауыспен орындалып жатқан концертті көріп, кофе ішіп, кола ішіп, демалып, енді үйіме барып, яғни жалдаған үйге барып демалам. Осындай керемет күндерді сіздерге де тілеймін. Міне осымен видео соңына да жеттік. Дұрысынан қарағандарға көп рахмет. Батуми мықты қала, әдемі жерлер жетеді. Келіңіздер, көріңіздер. Десек те, өзіміздің Қазақстанға жетпейді ғой.